Баршаға сәлем, біз Кіші Талдыкөлге келдік. Бұл жерде қала әкімшілігі мен СОС Талдыкөл экобелсенділерінің арасындағы тартыс бірнеше жылдан бері жалғасын тауып келе жатқанын айтқым келеді. Және де бүгін дәл осы жерде көлді қорғауға арналған шалқыма перформансы ұйымдастырылуда. Ең алдымен Кіші Талдыкөл заң бойынша көл емес, елді мекен деп танылғанын еске салайық. Дегенмен Кіші Талдыкөлге құстың 28 түрі, жыл құстарының 200-ге жуығы қоныстанады екен. Және өткен аптада бұл көлге тіпті қоқиқаздардың қонып келгені баршамызды таңғалдырды. Және қала тұрғындары өткен аптадан бері бұл жерге осы қоқиқаздарды көру мақсатында жиналып тамашалауға келіп жатыр екен. Мен осы перформанстың авторы болам, Алия Ханыбекова. Бұл Талдыкөл қорғау жөнінде аты шалқыма деп айтылады. Шалқыма деген себебіміз шалқып жүретін орнымыз ортақ болсыншы деп, әдемілік болсыншы деп, осы Талдыкөлді қорғауға жаңа перформанс жасадық. Әдемі киіммен, жаңа аққу бейнесіндегі аппақ киіммен, жаңа ананың несі келбетіндей болып біз осында шықтық. Кадмий қызыл деген бізде топ бар, осы Астанада. Өзіміз сол шығармашылық топпен осылай шықтық. Ақ кимешек киюіңіздің себебі сол ақ құсқа? Иә, ақ құсқа сол арнап, сол қорғау, жаңа ақ құсымызды қорғау, аққуларды қорғау деген сияқты. Осы Талдыкөлге 200-ден астам әртүрлі құстар бар екен. Соны қорғап, және өзіміздің пандемия кезінде бала-шағамен шығып, мына жақта серуендеген өзінде де әдем болатын еді. Ағаштарды отырғызып, ат салсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Ал жалпы осындай акциялардан сіз не күтесіз? Бұл акция емес, бұл біз көрсеткеніміз бұл әдемілікті, табиғатымыздың әдемілігін көрсету. Өзіміз мынау әдемі киіммен жақсы шықты деп ойлаймын. Өте керемет. Жаңағы КамАЗды ақ жіппен, ақ орамамен байлаған себептер? Иә, бұл ақпен байлаған себебіміз тоқтату, және де осы КамАЗды біз гнездо дейді ғой, жаңағы құстың ұясын жасағандай болып, құстың ұясын жасадық деп көрсеттік. Сондай мағынада. Осы перформанстың алдында ғана келді бұл қоқыстар сол сезгендей да, әдемілікті көрсету үшін. Жаңа біз солды жағалап келдік қой, әдемілікті көрсетіп, қоқиқастар әдемі жүзіп жүрді. Қалай әдемілікті құртамыз, мысалы. Естіген болсаңыз, өткен жолы осы жексенбіде қарсылыққа шыққан бір суретшіні ұстап алды деді. Сіздер перформансқа шығуға қорқпадыңыздар ма? Біз іштемес істеп жатқан жоқпыз ғой, біз тек қана әдемілікті осы Талдыкөлдің жанында суретке түсіп, перформанс көрсетіп, тек қана. Ешқандай не жоқ бұл жерде. Бүгінгі шалқыма перформансына жиналған қауымды, жиналған белсенділерді қазір мемлекеттік қызметкерлер, әкімшілік бұл жерден шығарып жатыр. Міне, көрсеңіздер болады. Жалпы әкімшіліктің айтуынша Кіші Талдыкөлдің батпақты жерлері зиянды заттардан тазартылып, суы сақтандырылатын болады. Қазіргі уақытта судың ластану дәрежесі өте лас деп саналуда. Сол себепті бұл ес оның үстіне масалар мен кенелер қаптап барады. Кіші Талдыкөл ағынды су жиналған орын және оның үлкен Талдыкөлге ешқандай қатысы жоқ. Зерттеу нәтижесінде бұл суда улы заттар, яки фтор, биогенді заттар, аммиакты, азот және нитриттер нормадан тыс концентрацияда берілгені анықталды. Оның үстіне бұл суды шаруашылықта пайдалануға болмайды екен. Бірнеше құстың мекені болып үлгерген көлді экологиялық проблема етудің қажеті бар ма? Сіз не ойлайсыз? Видео астында пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Шолпан Сағадат. Көріскенше.